Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде сұхбат және мен Талғат Уәли. Бүгін біз еліміздегі онкологиялық аурулармен күрес тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Ал студиямыздың қонағы Астана қаласының бас онкологы Төлеутаев Мұхтар Есенжанұлы. Кеш жарық. Мұхтар Есенжанұлы, алғашқы сұрақты қазір елімізде онкологиялық ауруға шалдығу көрсеткіші қандай деп қойғым көріп отыр? Енді бүгінгі күні еліміз бойынша 160 мыңнан артық адам онкологиялық есепте тұрады. Әр жыл сайын соңғы 18 жылы 35 мың адамға таман жаңадан осы ауруға шалдығып есепке алынды. Бүгінгі күні Астана қала бойынша 2 мың адамға тақау жаңадан тіркеліп отыр осы сырқатпен. Бірақ та біз енді дамыған елдермен салыстырғанда онкологиялық ауруларға шалдығу көрсеткішіміз төмен, е? Оларға қарағанда біздің көрсеткіш төмен. Жөн екен. Ал енді осы онкологиялық аурулардың адам ағзасында пайда болуына не түрткі ең алғашқы факторларды айта кетсеңіз? Енді онкология сырқаты жалпы қатерлісіктен пайда болатын нақты немеден болған әлі ешкім дәлелдеген жоқ, анықтаған жоқ. Бірақ бүгін күні біздің ғылыми зерттеулер, ғылыми дәйектерге қарасақ, оның ішінде жаңағы адамның дұрыс тамақтанбауы, дұрыс жаңағы салауатты өмір салтын ұстанбау, жаңағы зиянды әсерлі заттарды қолдану, мысалы темекі шегу, ішімдік ішу, семіздік, аз жаңағы физикалық белсенділік дейді ғой, қозғалыс. Соның режим бұзылғаны, соның барлығы түбінде әкеліп осындай созылмалы сырқатқа, одан ары қарай жаңағы оның қатерлікке айналуына жол беруі мүмкін. Мұхтар Есенжанұлы, жалпы осы ауруға шалдыққан адам ең бірінші кезекте өзінің осы науқас екенін естіген кезде бірден күдер үзіп, жаңағы бұл ауруға мойынсұнып кететін жағдайлар жиі кездеседі екен. Жалпы бұл қазіргі таңда бұл ауру емделетін аурулар түріне жатады ғой, жоқ әлде кезеңіне байланысты ма? Бұл сырқат қай кезеңінде осыны емдеуге болады. Бүгінгі күні өйткені емдеу жолдарда, әдістері де, әдістемелері дәрі-дәрмекте бар. Бірақ неғұрлым ерте бұл сырқат анықталып диагноз қойылса, соғұрлым адам толық жазылып кетуіне 100% жазылып кетуіне мүмкіншілік бар деп айтамыз. Оған толық негізі бар. Өйткені бірінші сатысында мысалы сырқат жаңа басталып келе жатқанда ешқандай адамға белгі бермеген сатысында ол сырқатты мысалы хирургиялық жолымен, хирургияның әртүрлі жолдары бар, сонымен сылып алып тастаса, ол адам құлан-таза болып шығады деп айтуға болады. Ал ары қарай неғұрлым 3-4 дәрежесіне асып кетсе, ол жерде ол ісік, қатерлі ісік жан-жаққа тамырын жайып, балаларын жан-жаққа таратып, өзге ағзалар басқа мүшелерге тарап, сүйектерге, мысалы миға, басқа да өкпеге, бауырға тараған кезде ол жаңа 3-4 сатысы болып саналады, ол жерде емнің нәтижесі де кішкене төмен болады. Кейбір сәтте ол кезде емдеудің басқа тәсілдері қолданылады. Онда басқа жаңағы хирургиядан басқа әдістері бар. Дәрі-дәрмекпен сәулелі терапия дейді. Ол жалпы мына қатерлі ісік комплексті түрде емделеді. Мысалы жаңағы бірінші сатысынан басқасы комплексті түрде емделеді. Ол дәрі-дәрмекпен хирургиялық операция және сәулелі терапия дейді. Одан кейін бүгінгі күндерде кейбір түрлерінде радиоизотоптық емдеу дейді. Жаңағы радиоактивті элементті адамның ағзасына енгізіп, ол жаңағы радиоизотопты элементтің құрамы ісікке барып қабылданаттағы ісіктің жасушалары ол элементті қабылдап алып, ішінен одан кейін жаңағы
қатерлі ісіктің клеткалары құриды, сол дәріні қабылдап алып. Мұхтар Есенжанұлы, науқастар көбіне сіздерге қазір аурудың қандай дәрежесіне асқынған түріне келген кезде келіп көмек сұрайды? Енді бүгінгі күні мысалы соңғы жылдарда егер біздің статистикалық мәліметтерге қарасақ, бірінші сатысында 32,6%, мысалы 18 жылы бірінші дәрежелі сатысындағы диагнозбен бізде қабылданған адамдардың саны 32,6%. Бірінші, екінші дәрежедегі жаңағы 62%. Сонда қалған жаңағы 30-40% кешігіп келеді бізге. Аурудың асқынған уақыт өтіп кеткен сәтте. Ол кезде олардың жаңағы емделу мүмкіндігі де күрделене түседі. Онда күрделі ем бірден, екіншіден емнің нәтижесі қиындау болады. Оған қосымша емнің шығындары да өте күрделі болады дейсіз. Түсінікті. Былтырдан бастап жеке клиникаларға онкологиялық ауруларды емдеуге рұқсат, яғни аккредитация берілді деп естідік. Бұл аталмыш дертпен күресудегі статистиканың азаюына қандай да бір септігін тигізеді деп ойлайсыз ба? Енді бүгінгі күні біздің елімізде шетелге барып ем алып, жаңағы ақылы түрде Оңтүстік Корея, Израиль, Германия, тағы басқа шетелдерге барып ем алып жүрген біздің отандастарымыз аз емес. Енді мен басқа елдің жаңағы медицинасына сараптама жасамай қойын. Сондықтан бүгінгі күні өзіміздің елімізде жаңағы жекеменшік клиникалар, сол жекеменшік және мемлекеттік біріккен негізде орналасқан, ұйымдастырылған клиникаларда ем берілсе, оған ол жерде халықаралық әдістемелер, халықаралық жаңа протокол дейміз, хаттамалар сақталса, онда оған пайдасы бар, қабыл болсын деп айта аламыз оған. Дұрыс. Және өзіңізде бір сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, осы соңғы жылдары шетелге барып емделу тенденциясы Қазақстанда артып кеткен болатын. Бұл бірінші кезекте әрине науқастың өз еркі материалдық жағдайына байланысты, бірақ қыруар қаражат кетеді бір, және де кепілді түрде 100% емді жаңағы қондырып, адамды толық сауықтырып кетеді деген психологиямен барып келіп, адамдар алданып келіп, я болмаса ем қонбай келіп, қайтып келіп жатады. Жалпы қаншалықты орынды қазіргі таңда біздің медициналық әлеуетпен шетелге барып емделу дұрыс па, жоқ әлде отандық медицинаның көмегіне жүгінген дұрыс па? Менің ойымша, бүгінгі күні біздің елде болсын, шетелде болсын, ем жолдары бір. Біздің Қазақстандағы қолданылатын ем хаттамалары жаңағы халықаралық негізде құрылған, ұйымдастырылған хаттамалар. Ол жаңағы Америка құрама штаттары, Еуропаның, Ресейдің жаңағы осы қатерлі ісік емдеу жолындағы хаттамаларға негізделіп бізде де жасалған. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмек. Ол жақта қолданатын дәрі мен біздікі бір. Өйткені хаттамаға сәйкес болады. Хирургиялық оталар жасалатын операциялар біздің дәрігерлеріміз бүгінгі күні толық меңгерген, мысалы шетелде жасалатын операциялар. Сондықтан бүгінгі күні шетелге мысалы жазылып келдім дейді, ол сатысында бізге келсе, дәл сондай емді жасап, дәл сондай жаңағы нәтижеге жетер едік. Екіншіден біздің халық көбінесе жаңағы о жақтағы сервис, қарсы алып, күліп, жүгіріп алдыңда қарсы алып жүгіріп жүреді деп айтады келген кісілер. Енді ол мысалы бүгінгі күні біздің де клиникаларда қазір жаңа сырқатқа сондай ашық көңілмен қарым-қатынаста жұмыстар жасауға үлкен соған жаңа зейін қойылып, оған бағытталған жұмыс кеңінен енгізіліп жатыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің дәрігерлер болсын, дәрі-дәрмек құрал-жабдықтарымыз ешқандай шетелден төмен деп айта алмаймын. Жақсы. Мысалы біздің орталықта бас пен мойын аумағында ісіктер болады ғой.
тілдің, жақ сүйегінің, ауыз қуысының ісіктері дейді. Сол біздің клиникада, Қазақстанда бізден басқа ешқай жерде жасамайды. Микрохирургиялық операция жасаймыз. Тілді толық алып тастап орнына жасанды тіл жасап, жақ сүйегін, ауыз қуысының астын жаңағыдай пластикалық операция жасаймыз. Ондай операциялар күрделі, өте шетелде ғана жасалады, қымбат. Соны біздің хирургтар меңгерген. Түсінікті. Тамаша екен. Мұхтар Есенжанұлы, ал керісінше шетелден келіп сіздерге емделетін дәрігерлер, науқастар болады ма? Әрине. Бізде бүгінгі күні біздің орталыққа мысалы Ресей Федерациясынан келіп емделеді, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстаннан келіп емделеді. Соңғы жылдар бізде Америка құрама штатынан келген, осы жаққа жұмыспен келген адам бізде емделді. Ана сақтандыру қорымен сол кісінің келісім шарт жасап, ол кісілерге сол біздің шипаларын іздеп жатыр. Ем алып, ол кісілер ары қарай жаңағы сондай қарым қатынаста болдық. Тамаша. Енді мені мынандай сұрақ мазалайды. Індетті жеңуге медициналық мүмкіндіктер, я болмаса дәрігердің біліктілігі ғана жеткілікті ме? Жоқ әлде сіздерге науқастың тарапынан да қандай да бір ерік жігер, күш керек пе? Енді дәрігердің біліктілігі жаңағы медициналық білімі болсын, жаңағы операция жасауға білім, жаңағы практикасы болу керек, ол негізі медицина саласынан. Адамның өзінің жағынан, мысалы, бүгінгі күні жаңағы қатерлісік, рак, жаңағы обырмен ауырдым деген адам қолын қусырып, бұл бұрын егер ракпен ауырған адам өліммен теңдік ортасына теңдік белгісін қоятынбыз. Бүгінгі күні ондай жоқ. Бүгін қай сатысында болсын емдеуге мүмкіншілік бар. Адамның толық жазылуына, немесе жаңағы өмірінің сапалы өмірін ұзартуға мүмкіншіліктер бар. Ол бір. Екіншіден бізде мемлекет тарапынан өте үлкен көмек халыққа жасалып жатыр. Мысалы скрининг бағдарламасы дейміз. Ол скрининг бағдарламасына белгілі бір жастағы адамдар, мысалы жатыр мойнының обыры дейді әйел адамдарды 30 жастан 70 жасқа дейін қамтылған. Сүт безінің обыры 40 жастан 70 жасқа дейін. Тігішек пен тоғышек 50 жас пен 70 жастың арасына қамтылған адамдар. Ол неге алынған? Ол жаңағы халықаралық тәжірибеге, біздің тәжірибеміз жаңағы негізделіп, сол жаңағы жатыр мойны 30 пен 70-тің арасында ең көп кездесетін сол 50-60 жастағы адамдардың арасында. Дәл сондай жаңағы сүт безінің обыры, тоғышек пен тікішектің де жаңағы қатерлісігі сол жастарға көбінесе кездесетіндіктен сол уақытта скрининг жасалады. Бірақ біздің халықтың ол скринингқа шақырғанда белсенді келуі, тексерілуі, нақты тексерілуі төмендеу. Сол кішкене бізді мазаландырып, халықтың сауаттылығын ашу үшін насихат жұмыстары керек. Біз айту, жаңағы кез келген теледидар болсын, басылымдар болсын, бәр жерде оны айтып, әр адамға жеке шақыру келеді. Сіз скрининг бағдарламасы бойынша өтуіңіз керек. Оған кейбір кезде сол біздің емханалардың дәрігерлері, мейірбикелері қуып жүріп, ұстап жаңа скрининг өткізетін жағдайлар болады. Ал скрининг бағдарламасы адам әлі ешқандай аурудың белгісі жоқ. Өзін саумын деп санап жүрген кісіден жаңа диагноз қойылса, ол жаңағы скрининг бағдарламасы шетелде басталған ғой. Соның арқасында мысалы көп адамдарда жаңа басталып келе жатқан, немесе қатерлі емес ісік енді айналып бара жатқанда жаңа диагноз қойылса,
ол мүлдем оңай емделеді, ерте кезеңде. Өте оңай емделеді. Жақсы, тамаша. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, үкімет тарапынан қазір еліміздегі осы онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға үлкен көңіл бөлінуде деп. Сөзіңізге дәлел болсын, айта кетіңіз, шамамен үкімет осы бір адамның ем-домына қанша қаражат жұмсайды? Енді жаңағы бірінші сатысында егер адам тек қана хирургиялық операцияға жатса, ол бір 500 мың теңгенің арасында шығын шығады үкімет тарапынан. Үкімет мойнына алып тұр оны? Иә, 100% алып тұр. Ал жаңағы 3-ші, 4-ші сатысына асып кеткен сырқат болса, кейбір сырқаттарға 30 миллион теңге жылына жұмсалуы мүмкін. Өйткені оған жұмсалатын жаңағы дәрі-дәрмектер өте қымбат, шетелдің дәрі-дәрмектері. Соны бүгін күні біздің мемлекет, үкімет сырқаттарға тегін беріп отыр. Мысалы, өркениетті қай елді алсақ та, Израиль болсын, Еуропаның өзінде оны жаңағы сақтандыру компаниясы, денсаулығын сақтандыру компаниясы шығынның 30%-ін немесе 20%-ін мойнына алады, қалған 80%-ін сырқат адам өзі төлеу керек. Мысалы, Израильде солай. Медицинасы дамыған Израильдің өзі сөйтеді дейсіз ғой. Түсінікті. Енді қаншалықты шынайы статистика екенін білмеймін, бірақ мен жаңа ғаламтордан көзім шалып қалды. Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан өңірінің тұрғындары онкологиялық ауруларға көп шалдығады дейді. Бұл немен байланысты болуы мүмкін? Енді бұл бір жағынан климат дейміз ғой, ауа райының өзгерістері бар. Сосын бұл өңірлерде үлкен өндірістер бар. Ол әсер етеді? Өндірістердің енді қосалқы әсері бар деп айтуға болады. Ол екіншіден. Үшіншіден тамақтану. Ол жерде, мысалы, солтүстік өңірлерде тамақтың ауыр түрлері дейміз ғой. Жиі қолданылатын қуырылған немесе қақталған түрде жейтін тамақтар, ұзақ мерзімге сақталатын тамақтар көп пайдаланылуы мүмкін. Соның кеселінен болуы мүмкін. Осындай статистика орын алуы мүмкін дейсіз ғой. Оған қосымша ол жердегі адамдар дұрыс басқадай зиянды темекі шегу, артық салмақ, ішімдік, соның барлығы қосылып отырып. Жалпы осы онкологиялық аурулардың нақты бір себебі ғана болмайды, бірнеше фактордың жиынтығы осындай дертке әкелуі мүмкін. Жақсы, онкологиялық ауру жастаңдай ма? Жоқ, онкологиялық ауру кез келген адамда болуы мүмкін, жаңа туған нәрестеде болуы мүмкін. Ол бірақ жаңағы іште жатқанда әртүрлі әсерлер болуы мүмкін. Жас балаларда енді қалай айтуға болады, қуантатын жағдай жаңағы ісіктер көп кездеспейді. Жаңағы ет өсіп сондай. Ал қан ауруы балаларда жиі кездеседі. Одан кейін ми, соңғы жылдары бас миымен жаңағы жұлынның ісіктері жиірек кездеседі балаларда. Жас ұлғая келе, жаңағы мен айтқандай скрининг бағдарламасы туралы айтқанда, жаңағы 30, 40, 50 жастан кейін бұл сырқаттар көбейе бастайды. Түсінікті. Мұхтар Есенжанұлы, өткен жылы елбасы онкологиялық ауруларды емдейтін Астанада білікті орталық ашуды үкіметке тапсырды. Тіпті ақшасына да қарамаңдар деді, министрлерге айтты. Шетелде қандай озық технология бар, елге әкеліңдерді, енгізіңдер деді. Жалпы осы орайда білгім келеді, бұл орталық ашылса бізге не береді? Және де біздің осы онкологиялық ауруларды емдеуге арналған құрылғыларымыз шетелдегіден кем бе? Жоқ әлде шетелде қандай да бір озық технология бар ма елге әкелуге болатын? Енді бұл елбасының былтыр жылы жолдауында тағы да атап айтылды. Астанада жаңағы жоғарғы деңгейдегі техникалық жабдықталған ғылыми ұлттық орталық құру деп. Ол біздің елімізге өте керек деп ойлаймын. Менің ойымша
О жерге елімізде бүгінгі күні жоқ протонды терапия дейді. Ол жаңа протон арқылы, элементтер арқылы адам емдеу, протон арқылы кейбір ісіктерді емдеуге аппарат құрып қойып, соны қолдану. Жаңағы әртүрлі зерттеулер онкология саласында біздің табиғи ерекшелік, біздің әр өңірдің өзінің ерекшелігін зерттеп, соған арнайы бағдарламалар құру, жаңа ем жолдарын енгізу, жаңа оталарды ары қарай дамыту, соның барлығы тапсырмада күтілгенде сол. Түсінікті. Мұхтар Есенжанұлы, тығыз жұмыс кестеңізге қарамастан біздің арнаға келіп, мәселе туралы өз ойыңызды білдіргеніңізге сізге алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, сұхбат алаңының бүгінгі саны осымен тәмам.